Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Естеріңізде болса, біз past simple'ды өткен кезде do, did, done, go, went, gone. Естеріңізде ме? Сол кезде сұраған боласыздар. Осы үшіншісін қай кезде пайдаланамыз өзі деп. Бүгін сол пайдаланатын уақыт келді. Түсіндірсіздер ғой? Соны пайдаланамыз енді. Бүгін өтетін тағымыз present perfect. Present perfect'ті көбіне past simple мен шатастырып жатады. Шатастырмау үшін біз бүгін сол тақырыпты өтетін боламыз. Present perfect'ті біз бірінші формуласын айта кетейін. Present perfect'тің формуласы subject, одан кейін have немесе үшінші жақ болатын болса has, және де етістіктің үшінші формасы немесе ed, егер дұрыс етістік болатын болса ed формасын жазамыз. Ол қалай? Енді қай кезде қолданамыз present perfect'ті? Соған тоқтала кетейік. Сіздің өмірлік практикаңызда ол нәрсе болған болса, соны айтқан кезде. Мысалы, мен Астанада болғанмын. I have been to Astana. Хотя Астана деген қала жоқ, қазір Нұрсұлтан өзгеріп кеткен. Енді одан кейінгі тағы бір мысалды айтып көрейік. Мысалы, Алматыда болғанмын. I have been to Almaty. Яғни Алматыда болғанмын деген мағынаны береді. Немесе мен бұл кітапты оқығанмын. I have read this book. Яғни мен бұл кітапты оқып қойғанмын деген мағынаны береді. Мысалы, мен өмірімде гитара тартып көргенмін деп айтып көрейік. I have played the guitar. Яғни мен гитара тартып көргенмін деген мағынаны береді. Яғни өмірлік практикаң ол бір. Екінші қолданатын жері сіз оқиғаны, яғни аяқтап қойғандығыңызды айту үшін. Мысалы, мен мына жерге келіп қойдым деп айтатын болсаңыз, I have come. Яғни мен осы жерде тұрмын деген мағынаны береді. Немесе үй тапсырмасын мамаңыз тапсыруға берді, сіз істеуіңіз керек. Соны айтатын болсаңыз, I have done my housework, яғни үйдегі жуатын, тазалайтын нәрселерді істе деп кетті. Сіз істеп қойғанмын деп, яғни оқиғаның істеліп қойғандығын айтқыңыз келсе, дәл осылай қолданасыз. Енді ол екінші жағдай болатын. Яғни үшінші жағдай сіздің өмірлік практикаңызда вообще болмаған болса да, осы нәрсемен қолданамыз. Мысалы, I have never дейсізді, ана үшінші форманы қолдана саласыз. Done it, яғни мен оны жасап көрмегенмін. I have never been to Almaty, яғни мен Алматыда болмағанмын деген мағынаны береді. Және де оның тағы бір қолданатын жері, сізге берілген тапсырма немесе сіз бір нәрсені істеуіңіз керек еді, бірақ әлі істеп болған жоқсыз. Сол кезде де айтуға болады. Мысалы, I haven't done it yet. Мысалы, мен оны жасап болған жоқпын әлі. Мысалы, I haven't watched this film yet. Бұл фильмді әлі көрген жоқпын. Яғни бұл жерде yet-тің жүрген себебі орыс тіліндегі еще, қазақ тіліндегі әлі деген мағынаны береді. Достар, present perfect'ті аз да болса түсінген сияқтымыз. Ертең тағы да осы тақырып бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Қазір тапсырмаларды орындаңыз. Сонымен белгілі бір деңгейде бұл тақырыпты түсінетін боласыз.